Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер арзу тағамын дайындаймыз. Арзу тағамы негізі татарлардың ұлттық тағамы болып есептеледі. Арзу тағамына ет пен көкөністен тұрады. Етті алдын ала қуырып, оған түрлі өзіне дәмдеуіштерін қосып, өзіміздің қалауымызша дәмдеуіштерін қосамыз. Тұзын, бұрышын, орегано шөптерін қосып қуырып аламыз. Етімізді қуырып атқан кезде біздер жуаны, сәбізді, қызанақты ұзыншалап турап әзірлеп қоямыз. Қызанақтың ішкі етін алып тастасаңыздар тіпті жақсы болады. Алып оны бөлек етке қуырған кезде қосып аласыздар. Тұздалған қиярды да тұсалынып кетіп турап қойыңыздар. Мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет. Тағы да түрлі тағамдарды салып отырамын. Болашақта сол кезде көріп отырасыздар. Тіркеліп қойсаңыздар, алдын ала бәрін көріп отырасыздар. 2 ас қасық томат қосамыз. Сосын қуырып атқан етке томатымызды қосып, жуамызды қосып, морковымызды қосып, 10 минуттай қуырып аламыз. Содан кейін оған қиярымызды, тұздалған помидорымызды қосамыз. Сосын барып соломка болып туралған картошкамызды қосамыз. Или болмаса картофельный фри болады, сондайды қоссаңыздар да болады. Мен кейде картофельный фриді қосамын. Араластырып, жақсы етіп араластырып, бетін жауып 20 минутқа басып қоясыздар.